Бүгінгі тақырыпқа негізделген сабақтың мақсаты адамның өсуі мен дамуы үшін керек қажеттіліктерді анықтау. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суреттерге мұқият қараңыз. Айырмашылығы мен ұқсастығын анықтаңыз. Балалар, суреттерге мұқият қарайық. Ұқсастығына екі суретте де бала және тағамдар бар екен. Айырмашылығы, бірінші суретте адам ағзасына пайдалы жемістер мен көкөністер бейнеленген екен. Екінші суретте адам ағзасына зиян тигізетін фастфуд бейнеленген екен. Сіздер де суреттердің ұқсастығы мен айырмашылығын дұрыс таптыңыздар деген сенімдемін. Балалар, сонымен біз пайдалы және зиянды тағамдарды ажырата бастадық. Сіздердің назарларыңызға ең қауіпті 4 тағамды ұсынамын. Джем, попкорн, қуырылған картоп фри және де ұзақ сақталған сүт өнімдері адам ағзасына өте зиянды тағамдарға жатады екен. Сондықтан да өзіміздің денсаулығымызды сақтап, зиянды тағамдарды аз қолдануға тырысамыз. Балалар, берілген тағамдарды пирамидаға орналастырыңыздар. Суреттерге мұқият қараймыз. Нан, астық жарма өнімдері, жемістер мен көкөністер, ет, балық және сүт өнімдері, қант пен тұз. Осы 4 берілген пирамиданың бөлігіне берілген тағамдарды орналастырыңыздар. Балалар, енді өзіміздің пирамидамызды тексерейік. Нан, қарақұмық, жүгері жармасы орналасқан екен. Екінші сатыда орамжапырақ, картоп, жүзім, лимон, қызанақ, банан, бұрыш, қияр орналасқан екен. Үшінші сатыда ет өнімдері, сүт өнімдері, балық орналасқан екен. Пирамиданың ең үстінде тұз бен қант орналасқан екен. Неліктен пирамидада тағамдар осы ретпен орналасқан? Балалар, пирамидада тағамдар пайыздық көрсеткіштерге байланысты орналасқан екен. Адам ағзасына ең қажетті тағамдар нан, астық жарма өнімдері екен. Екінші сатыда орналасқан жемістер мен көкөністер 30% құрайды екен. Ет, балық және сүт өнімдері 20% құрайды. Тұз, қант 5% құрайды. Дәл осындай тағамдық қатынас үлестерін дұрыс тамақтануға жатқызады. Ал егер бұл көрсеткіштерден ауытқулар болса, онда адам денсаулығына зиянды болып келеді. Дұрыс тамақтанбау дене салмағының төмендеуіне, өсудің баяулауына, әлсіздікке алып келеді. Сондықтан балалар, дұрыс тамақтануға әдеттенейік. Ал енді балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Тағамдарды мезгілге байланысты сәйкестендіріңіздер. Балалар, енді өзіміздің жауабымызды тексерейік. Сіздердің жауаптарыңыз менікімен сәйкес келді деген сенімдемін. Балалар, 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Берілген тұжырымдамаларды дұрыс, бұрыс екенін анықтаңыз. Қос белгісін қойыңыз. Тұжырымдамалар: майлы тағамдарды көп пайдалануға болады. Тағамдарды дұрыстап шайнап жұту керек. Жеміс жидектер пайдалы тағамдар. Тым ащы тәтті тағамдарды күнде пайдаланамын. Тым ыстық не суық тағамнан тіс емалі бұзылады. Осы тұжырымдамалардың дұрыс не бұрыс екенін анықтаңыздар. Балалар, енді өзіміздің жұмыстарымызды тексерейік. Майлы тағамдарды пайдалануға болады. Бұрыс. Тағамдарды дұрыстап шайнап жұту керек. Дұрыс. Жеміс жидектер пайдалы тағамдар. Дұрыс. Тым ащы тәтті тағамдарды күнде пайдаланамын. Бұрыс. Тым ыстық не суық тамақтан тіс емалі бұзылады. Дұрыс. Сіздердің де жауаптарыңыз менікімен сәйкес келді деген сенімдемін.
Балалар, 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Берілген суреттерді пайдалана отырып, дұрыс тамақтану ережесін құрастырыңыздар. Балалар, енді өзіміздің ережелерімізді тексерейік. Дастархан басында арқаңызды тік ұстаңыз. Аузыңызды тамаққа толтырып алып сөйлемеңіз. Дастархан басында кітап оқуға болмайды. Дастархан басында отырып ұялы телефонмен ойнауға, теледидар көруге болмайды. Сабырлы болыңыз және тамақты асықпай ішіңіз. Дастарханда тағамдар алшақ тұрса, қолыңызды созып жатпай, жаныңыздағылардан алып беруді өтініңіз. Тамаша балалар, біздің ережеміз жазылды. Балалар, қалай дұрыс тамақтану керек деген тақырыбымыздың нәтижесінде өздеріңізді берілген баспалдаққа смайликтер арқылы қорытындылаңыздар. Тамаша балалар, бүгінгі біздің жаратылыстану сабағы аяқталды. Сау болыңыздар.